Snow Salt Queen немесе Yandere Freak деген атпен танымал болған TikTok жұлдызы. Оның 1,5 миллионнан астам оқырманы бар. TikTokпен танымал боламын деп құбыжыққа айналған қыз. Ақымақтығымен бір адамның өліміне себепші болған, өзінің де өмірін бұзған жас қыздың оқиғасымен бөлісемін. Армысыздар құрметті көрермен. Сіздермен Әсия. Сіздердің қолдауларыңызбен 1000 оқырман және 4000 сағат қаралымға жеттім. Мені қолдап, менмен болғандарыңызға көп рахмет. Экранға жақындап, жайғасып алыңыз. TikTok жұлдызы боламын деп, адамның өліміне себепші болған жас қыздың оқиғасымен бөлісемін. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Хьюстон, Техас. Мүмкіндіктерге толы, өте әдемі, үлкен қала. Қала сыртында тұратын жас қыз Хелен Гастин. Ата-анасы бай, ауқатты, медициналық колледжде жұмыс жасайды. Отбасымен бірге әлемді аралап, саяхаттауды жақсы көреді. Хобби өте көп. Театрлық музыканы, жүзуді, тіпті робототехниканы да ұнатады. Қызығушылығынан әрқашан айналасындағы әлем туралы көбірек білгісі келеді. Орта мектепті бітіргеннен соң оның өмірі өзгере бастады. Себебі Хелен өзін тек тұлға ретінде еркек те әйел де емес деп санайтын. Сыныптастары мазақтап бастады. Емтихандар қосылды. Жас өспіріп айналасындағылар тек ашуын тигізіп, зорлық көрсетіп жүреді деп ойлайды. Кейіннен бір досы оны косплей фестиваліне шақырды. Косплей адамдар аниме, видео ойындардағы кейіпкерлер ретінде киініп, өнер көрсету. Ол арқылы Хелен өзін көрсетудің жолын тапты және басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алды. Бұл ол мектепте кездескен қорқытуларға қарамай, бұл өзі қалаған адам бола алатын әлем болды. Ақырында мектепте көрген қайғысын ұмыта алған Хелен барлық уақытын косплейге арнай бастады және жетістіктермен бөлісу үшін өзінің жеке TikTok парақшасын ашты. Нәтижесінде оның арнасы өте тез дамып, жаңа достары көбейді. 2 жылдан кейін Хелен 10-шы сыныпта Мэри есімді қызбен танысып, хоббиі, қызығушылықтары бірдей болғаннан соң онымен жақын дос болып кетеді. Мэри 1998 жылдың қыркүйегінде дүниеге келген. Өте табысты тиктокер. Әлеуметтік желілерде жанкүйерлері де өте көп. Ол көбінесе өзін танымал ойындардың кейіпкерлері ретінде сипаттайды. Желіде Snow Salt Queen немесе Yandere Freak деген атпен танымал. Бейнероликтерінде Мэри досымен бірге зираттарға барып, косплей киімдерімен қабірлердің үстінде билегені, сонымен бірге құлпытасқа етікпен сүйеніп отырғаны. Әрине, бұл видео әлеуметтік желілерде жарияланғаннан кейін көрермендер бұл әрекетті қатаң айыптады. Одан да сорақысы, қалалық әкімдік бұл әрекетіне жаза көрсетуді талап етті. Ал Мэрилер бұған жауап ретінде зираттан оларға суретке түсуге рұқсат бар деп желіге жариялады. Алайда зират қорғаушысы осы мәліметтерді тексере отырып, егер олар мұны қайталаса, Мэриді тұтқынға аламын деп қорқытты. Ал Мэри оның әрекетіне ренжігендердің барлығын мазақ етуді жалғастырды. Хеленнің анасы қызының оғаш мінез құлқын байқай бастады. Бұл кезде олар алкогольдік ішім ішіп, арамшөп шегіп, әр кешті мас әрі есірткінің қызуымен өткізіп жүрді. 2020 жылы Хелен колледжге оқуға қабылданды. Ал колледж басқа қалада орналасқан. Семестр басталды және Хелен интернетте азырақ көріне бастады. Себебі жаңа өмір бастағысы келді. Өкінішке орай, қараша айында белгілі вирустың таралуымен колледж біраз уақытқа жабылды. Сондықтан Хелен қалаға қайтып оралды. Ал оның ата-анасы ауырып, карантинде болды. Ал Хелен сол кезде Мэримен бірге тұрып, сонымен қатар онлайн режимде сабақтарын жалғастырамын деп шешті. Қала сыртында досының жалдамалы үйінде тұрды. Мэри және оның үйіндегі достары түндерінің көп бөлігін ішімдік ішу немесе есірткі шегумен өткізді. 2021 жылдың 17 қаңтарында болған оқиға бәрін өзгертті. Осы бейшара жалдамалы үйде Хелен, Мэри және тағы 5 досы кешке ішімдік ішіп, түні бойы кино көріп отырды. Бір сәтте Мэри досымен гаражға барып, гараждан тапаншаны байқады. Шамасы бұл оның бұрынғы жігіті қалдырған болуы керек. Кино көріп, ішімдік ішіп, жалғастыра отырып, бір сәтте Мэри қалтасында тапаншасы бар екенін есіне алды. Және қалғандары бұл қаруды көріп таң қалмады. Өйткені Мэри оны мұндай кештерде жиі өзімен қызық үшін алып жүретін. Мас күйінде ол тапаншаны басына көтеріп, түсіріп қызық көрді. Содан соң Хелен қызығып, «Қане, маған кел, мені атшы» деп айта бастады. Ал Мэри мас күйінде қаруды оқталмаған деп ойлап, Хеленнің басына тапанша тақап шүріппені басты. Қару атылып кетті. Хелен еденге бірден құлады. Көп ұзамай полиция жедел жәрдем шақырылды. Мэри тапанша бос, оқталмаған.
Хеленді мүлдем атуға ниеті жоқ деп те ақтала бастады. Оқиға орнына жедел жәрдем келгенде Хелен өлім аузында болатын. Өкінішке орай ол 2 күннен кейін 19 қаңтарда қайтыс болды. Хеленнің өлімінің салдары бірнеше ай бойы жұмбақ болып қалды. Не болғаны және кім кінәлі екендігі туралы мәліметтер өте аз. Ал оның көптеген колледж достары оның өз-өзіне қол жұмсады деп ойлайды. Нәтижесінде Мэри адам өлтірді деп айыпталып, $20,000 кепілдікке босатылды. Оқиғадан 4 күн өткен соң Мэри әлеуметтік желіге өмірінде ештеңе болмағандай видеолар жариялай бастады. Бұл жаңа бейнелердің кейбірі өлім мен мәйіттер туралы. Ояныңыз, маған қоңырау шалыңыз. Немесе сіз тамыз айында мәйітті жасыруға көмектесе аласыз деген хабарламамен жағдайды келеке еткен сияқты көрінді. Прокурор Мэридің шартты бұзғаны үшін кепілге босатуды жоюды талап етті. Себебі ол сотқа дейінгі кеңеске келмеді. Оның GPS білезігінің батареясы таусылған. Кейіннен Мэри Хеленнің өліміне кінәлі екені белгілі болды. Ол өзін алыстату үшін әлеуметтік желідегі парақшаларын жойды. Мэриге 2-ші дәрежелі адам өлтірді деп айып тағылды. Және егер кінәсін мойындаса, 20 жыл темір тордың ар жағында қалуы мүмкін. Хелен қайтыс болған кезде небәрі 18 жаста еді. Оны алда жарқын болашақ күтіп тұрды. Өкінішке орай, Мэридің абайсыздығы, ақымақтығы ақырында қайғылы жағдайға әкелді. Бұл бейне сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деп сенемін. Егер ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Және қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліңіз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.